Бәріңе сәлем. Қазір сіз Pleasantville фильмінің қысқаша баяндауын көресіз. Жақсы қаралым болсын. Қарапайым мектеп оқушысы Дэвид мектеп ауласында сұлумен сөйлесіп тұрғанын елестетіп отыр. Ал сабақ барысында мұғалімдер оқушыларға ересек өмірде оларды қандай сұмдық қиыншылықтар күтіп тұрғанын түсіндіруде. Дэвид үшін өмірдің бақыты ескі қара ақ сериал Pleasantville. Ол сериалдағы адамдардың өмірі әрқашан бақытқа толы. Дэвидтің ажырасқан ата-анасынан айырмашылығы, сериалдағы Паркерлер бірін-бірін жақсы көреді, құрметтейді және балаларына мұқият қарайды. Ол өзінің досымен бірге бүгін кешке басылатын серияның марафонына арналған жарысқа дайындалуда. Оның әпкесі Дженнифер жігітке мүлдем қарама-қарсы, жеңіл ойлы және бұзықтау. Аналары жалғызбасты болғандықтан жас жігітпен жолығуды ұйғарады. Осыны пайдаланған Дженнифер жергілікті әдемі жігітті үйіне шақырады. Бірақ оның жігітімен теледидар алдында өткізбек болған кешін сериал бойынша марафоны басталғалы тұрған Дэвид бұзады. Қашықтықтан басқару құралы үшін күрес кезінде ол бұзылады. Салдарынан теледидар қосу мүмкіндігі жоқ. Есік қоңырауы соғылады да, босағада ешкім шақырмаған телемастер пайда болады. Оғаш адам да Pleasantville'ді ұнататын болып шықты. Ол жас жігіттің сериалдың қаншалықты жанкүйері екенін көреді. Және оған толық киноны сезіну әсерін беретін арнайы қашықтықтан басқару құралын ұсынады. Жаңа пульт үшін күрес қайта басталды. Дэвид пен Дженнифердің қимылдарын сериалдағы әпкесі мен інісі де қайталауда. Кенет олар сиқырлы түрде экранның екінші жағына өтіп кетеді. Бұдан бұлай олар Бат пен Мэри Сью Паркер 50-ші жылдардағы лирикалық американдық қалада тұрады. Ал жұмбақ телемастер теледидарда пайда болып, бұл оларға сыйлық екенін айтады. Өйткені Дэвид сериалды жақсы біледі. Бірақ содан кейін қарт олардың наразылығына ренжіп, мінез-құлқын қайта қарастырған кезде ғана оралуға уәде береді. Інісі мен әпкесін жаңа анасы Бетти таңғы асқа шақырады. Олардың әкесі Джордж үстел басында отыр. Ал олардың стандартты таңғы астары фуршетке көбірек ұқсайды. Мэри Сью, бекон, ветчина және үйеңкі шәрбәті араласқан үстелден құсып қала жаздады. Мектепке барар жолда қыз жындана бастайды. Ал Бат оған бейімделе бастауды ұсынады. Өрт сөндіру көлігі келе жатты. Өрт сөндірушілер мысықты ағаштан түсіруге асығады. Бұдан басқа олардың жұмысы жоқ. Өйткені Pleasantville'де ештеңе ешқашан өртенбейді. Баскетбол командасының капитаны Скип Мартин көлікпен келгенде, Мэри Сью өзінің мұңын тез ұмытады. Сериалдың сюжеті бойынша жігіт қызға ғашық болып қалған. География сабағында қыз Pleasantville'ден тыс жерде не бар деп қызығады. Бірақ бұл сұрақ барлығын күлдіреді. Өйткені қаланың жалғыз көшесінің соңында көшенің басы бар екенін бәрі біледі. Баскетбол алаңындағы жігіттер әрқашан сақинаға допты дөп лақтырады. Бат та допты сақинадан шалыс лақтыра алмайды. Мэри Сью онымен кездесуге бармауы мүмкін екенін біліп, Скип ашуланып, күтпеген жерден сақинаға допты қисық лақтырады. Pleasantville әлемінің оп-оңай күйреуі мүмкін екенін түсінген Бат әпкесін сюжетке сәйкес Скиппен кездесуге көндіреді. Әңгіме барысында жергілікті кітаптардың беттері бос екені белгілі болды. Мэри Сью үлкен кеудеше киіп көріп жатқанда, Бат асханаға жұмыс істеуге асығады. Жігіт кешігіп, әдеттегі сюжет бұзылғандықтан, оның бастығы Билл Джонсон не істерін білмей үстелді тоқтаусыз ысқылай берген. Сондықтан біз Pleasantville шынымен өте нәзік екенін түсінеміз. Кешке Скип пен Мэри Сью кафеге келеді. Ол жерде жігіт әлі де қыздардың қолын ұстамағанын ұялып мойындады. Дәретханада Сьюдің құрбылары Скип кіргізді ме деп сұрайды. Сөйтсе олар төсбелгі жайлы айтқан екен. Мэри Сью мәселені өз қолына алуды шешіп, Скипті ғашықтар тұрағына шақырады. Бат не болып жатқанын түсінеді, бірақ оларды тоқтатуға үлгере алмай қалады. Барлығы көлге тамсанып тұрғанда, қыз Скипке жабыса кетіп, табиғи ұрпақ жалғастыру жолымен таныстырады. Қорыққан Скип дәл қазір не болғанын түсіне алмайды. Билл Паркерлердің үйінің есігін қағып, Батқа бүгін бәрін өзгеше істеп жатқанын айтып мақтанады. Оның көзі Паркер ханымға тым ұзақ қарайды. Үйіне қайтып келе жатқан Скип таңғы жайып нәрсені көреді. Қызыл раушан. Келесі күні ол командаға кеше түнде болған оқиғаны айтып береді. Содан кейін бірде-бір ойыншы допты сақинаға сала алмады. Мэри Джейн достарына зың-зың сияқты жаңа қыстырма сөздерді үйретеді. Мұның да салдары бар. Түнде ғашықтар алаңы шиқылдаған дауыстарға толы. Ал жеңілмейтін баскетбол командасы тас-талқан болып жеңіліс тапты. Қала бірте-бірте бояуға ие болады. Билл өз өмірінің қызық емес екенін түсініп, оны өзгертуді қалайды. Ол суретті жақсы салады екен. Шаштараздағы ер адамдар кез келген команданы жеңемін деген ұраны бар баскетбол командасы қалай жеңіліске ұшырайды деп таңғалады. Ал әйелдер өз қыздарының бірінің түрлі түстілігін талқылайды. Беттиді қаладағы өзгерістер қатты қызықтырады, және ол қызынан жыныстық қатынас деген не екенін біледі.
Күйеуі ешқашан оған жоламаған екен. Сонымен бірге ол Мэри Сьюден өзін қанағаттандырудың басқа жолын үйренеді. Әйел оның кеңесін орындап, сол сәтте әлем түрлі түске ие болады. Оның сезімінен ауладағы ағаш тіпті өртеніп кетеді. Өкініштісі, өрт сөндірушілер өрттің не екенін білмейді. Өртеніп жатыр. Мысық болған жоқ. Сондықтан Баттың белсенді көмегі арқылы жалынмен күресуге тура келді. Бұл осы үшін қажет екен ғой. Жігіт ерлігі үшін медаль алды. Осыдан кейін Маргарет оған жүгіріп келіп, күлше береді. Сериал сюжеті бойынша ол күлшесін басқа жігітке пісірген. Кейбір жастар басынан аяғына дейін боялған. Кафеде барлығы Баттан өртті қалай сөндіруді үйренгенін сұрайды. Бат оларға оны өзінің ескі қаласында үйренгенін айтады. Жауапты естіген адамдар тек абдырап қалды. Өйткені олар Плезентфилдың сыртында не бар екенін білмейді. Оларды басқа қалада шеңбер бойымен жабылмайтын жолдар бар екені де таңқалдырды. Әпкесі мен інісі жастарға кітаптың не туралы екенін айтып береді. Сол сәтте бір кездегі бос беттер әріптерге толады. Осыдан кейін кітапхана алдында үлкен кезек пайда болды. Ер адамдар осы түрлі түске қарап, бірдеңе істеудің уақыты келді деп шешеді. Қала әкімі Джордж Паркерге келіп, онымен қаладағы 2 орынды кереуеттердің пайда болуын және адамдардың қазір сүйікті жұмыстарын тастап жатқанын талқылайды. Содан кейін Джорджды қалалық мәслихаттың мүшесі етіп тағайындайды. Күйеуі әйелінен торт пісіруді сұрайды, бірақ ол оған жауап бермейді. Оған ұят, енді ол да түрлі түсті. Бат анасына жаңа ұят келбетін сұр косметика көмегімен жасыруға көмектеседі. Бат Биллге кітапханадан сурет дәптері әкеледі. Және ол сол баяуларды пайдалана алмайтынына өкінсе де, өнермен танысқанына толығымен қуанады. Бат Маргаретті кездесуге шақырды. Қыз ұсынысын қабылдайды. Жігіт қуанады. Сондықтан экранда пайда болған телемастер оған өз әлеміне қайта оралуға ұсыныс жасағанда, ол бас тартады. Мэри Сью неге әлі күнге дейін түрлі түске боялмағанына таң қалады. Себебі ол басқа қыздарға қарағанда автотұрақта 10 есе көп уақыт өткізеді. Сондықтан боялу тек жыныстық қатынасқа қатысты болмай шықты. Осы уақытта қаладағы ең романтикалық орын, ең әсем орынға айналды. Бетти Биллге сурет салумен айналысып жатқанда келеді. Әйел де суреттің әдемілігіне таң қалып, өз сырын кездейсоқ ашады. Суретші оның жаңа келбетін қатты ұнатады. Бұл оларды жақындатады. Уақыт өте Мэри Сью Скиппен кездесуден бас тартып, кітап оқуды ұйғарады. Кездесу кезінде Бат Маргаретке сыртқы әлемнің қауіп-қатерлері туралы айтады. Ал қыз оған қалада бұрын-соңды өспеген алманы татып көруді ұсынады. Джордж үйге оралады, бірақ оны қарсы алатын ешкім жоқ. Оның әйелі қазір сурет салып отырған Биллдің алдында жалаңаш тұр. Сол уақытта қалада тағы бір керемет оқиға орын алады. Нағыз жаңбыр жауа бастайды. Бат оқушыларға одан қорықпау керектігін көрсетеді. Джорджды әйелімен кешкі астың жоқтығы таң қалдырды. Үсті басы малмандай су болған ол боулингке келеді. Онда ол әкімге және басқа адамдарға қандай қорқынышты сәтті басынан өткергенін айтады. Жаным, мен үйдемін деп айттым. Бірақ ешкім жауап бермеді. Ол өз оқиғасымен басқаларды да қорқытады. Бейшара Рой да жаңа заманның сұмдығынан зардап шеккен. Әкім жиналғандарды әрекетке шақырады. Бетти түнді Биллмен өткізеді. Енді Билл да кафенің ішкі бөлігі сияқты боялған. Ақыры түрлі түске боялған Мэри Сью оянады. Басқа жігіттерде де дәл солай болды. Қайғылы Бат қана әлі сұр түстен тұрады. Үйде Джордж Беттиден бәрі баяғыдай болуын талап етеді. Бірақ әйел келіспейді. Ол күйеуіне әсел пешті қалай пайдалану керектігін үйретіп кетеді. Қалалық жиналыс тақырыбын талқылап, ақ-қара 2 жігіт көлікпен қаланы айналып жүр. Олар Маргареттің түсі туралы лас әзілдер айтады. Жиынның өзінде қаланың тек ақ-қарадан тұратын егде адамдарын көруге болады. Әкім жағымды нәрселерді жағымсыз нәрселерден бөлуді ұсынады. Яғни дүкенге тек ақ-қара адамдарды ғана кіргізеді. Бетти Биллге көшті. Телемастер тағы да Баттың алдынан шығып, қалаға не болып жатқанын айтып, қашықтықтан басқару пультін қайтаруды талап етеді. Бірақ жас жігіт бас тартады. Кафенің терезесінде жалаңаш Беттидің портреті жарқырап тұр. Бұл көпшіліктің наразылығын тудырды. Жасөспірімдер әйелді қоршап алып, көйлегінің астындағыны көрсетуді талап етеді. Бат оны оңай ұрып тастайды. Өйткені жергілікті тұрғындар төбелесу мен қанның не екенін білмейді. Осыдан кейін жас жігіт түрлі түске ие болады. Қалалық консерваторлар портреті бар терезені сындырып, кафеге кіріп, оны қиратады. Барлық кітаптарды өртейді. Қуғын сүргіннен қашқан, боялған адамдар кафенің бір бөлігінде жасырынады. Келесі жиында әкім жаңа заңдар жинағын енгізуді ұсынып отыр. Сондықтан кітапхана мен ғашықтар алаңы қазір жабық.
Қол шатырлар мен 2 орынды төсектерді сатуға тыйым салынады. Енді тек 5 түрлі музыка ғана рұқсат етілген. Мұғалімдер оқушыларға тұрақтылықтың өзгерістен артықшылығы туралы айтады. Және ең бастысы, қалада тек қара, ақ және сұр түстерге рұқсат етілген. Не болса да Бат тыйым салынған музыканы қосады. Түнде ол Билл екеуі Плезентвиллде соңғы уақытта болған барлық нәрсені көрсететін үлкен суретті қабырғаға салады. Ашуланған тұрғындар шу көтеріп, суретшілерді түрмеге жібереді. Әкесі тұтқын жігітке келді. Джордж Беттидің 3 күн бұрын серуендеуге шыққанына әлі сенімді. Суретшілер қала мүлкіне зиян келтіргені және тыйым салынған түстерді пайдаланғаны үшін сотталуда. Бат сөзді алып, әлемде алуан түрлі және көптеген эмоциялар бар екенін айтады. Бәрі ұнамды болуы мүмкін емес. Бат Джордждың назарын оның әйелінің қаншалықты әдемі болғанын аударады. Оның көзінен жас шығып, боялып кетті. Жігіт болып жатқан нәрсені тоқтату мүмкін емес екендігін барлығына жеткізгісі келеді. Әрқашан ұстамды және жағымды сот төрағасы ашуланып бір сәтте өзінің күңгірттігін жоғалтады. Содан кейін ол сот залынан қашып кетеді. Қала тұрғындары көшеге шығып, Плезентвиллдің толығымен боялғанын көреді. Түрлі түсті теледидар қала сыртындағы әлемді көрсетеді. Бат үйіне қайтуды шешті, ал Дженнифер бұл дүниеде қалуды ұйғарады. Ол басқа қалаға жол тартқан автобусқа отырады. Жігіт Маргаретпен және өзінің сериалдық анасымен де қоштасады. Дэвид пульттегі түймені басқанда жоғалады. Ол марафон басталғаннан тура 1 сағат өткеннен кейін үйге оралады. Оның анасы ешқайда бармауды ұйғарып, үйіне қайтқан екен. Ол үстелде жылап отыр, өйткені оның өмірі дұрыс болмады. Оған жігіт дүниеде дұрыс ештеңе жоқ деп жауап береді. Плезентвилл енді өмірге толы. Бірақ Бетти кіммен бірге қалды деген сұрақ ақыр соңында жауапсыз қалды. Сіздермен бірге болған Мадияр, Ака Шакамуро. Келесі қызықты киноның қысқаша баяндамасында жолыққанша, қош сау болыңыздар.